Баршаңызға сәлем. Біздің тегін мастер-классымызда бүгін кезекті өкпе-пай тортын пісіретін боламыз. Бұл торт әлі күнге дейін хит торттардың бірі. Тортымызға керек құрамды бейненің астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Алдымен жұмыртқа және қантымыз керек. Екеуін бір-біріне қосып, жақсылап миксерлеп араластырамыз. Ыдыс міндетті түрде құрғақ болуы керек, өйткені жұмыртқа мен қантымызды миксерлегенде осы ыдыстың құрғақ болуына тікелей байланысты. Ыдыста су немесе май болса, массамыздың көтерілуі қиын болады. Келесі, шоколад пен сары майымызды қысқа толқынды пеште немесе су ваннасында ерітіп алатын боламыз. Бөлме температурасында шамалы салқындатып, жұмыртқалы массамызға құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Негізі салқындау болғаны дұрыс, өйткені жұмыртқамыз пісіп қалмасын. Енді осы қоспамызға ұнымызды, қопсытқышымызды және какаоымызды салып араластыратын боламыз. Менде малазиялық какао. Жақсылап миксерлеп, толық іртігі жазылғанша араластырамыз. Массамыз дайын болды. Енді осындай пергамент қағазына дөңгелек етіп, шамамен 20-22 диаметр шамасында дөңгелетіп формасын шығарып аламыз. Ал массамызды осындай кондитерлік қапшыққа салып, құйып дайындап аламыз. Қамбарымызды тіпті спатуламен де жайып шығуға болады, бірақ маған осы кондитерлік қапшық өзіме ыңғайлы. Енді осы дайын болған қоржырдың қамырын қызып тұрған духовкада 180 градуста пісіріп аламыз. Дайын болған қоржырдарымызды толықтай суытамыз. Осы аралықта біз тортымыздың кремін жасайтын боламыз. Творожный сыр және 33-34% клейгей және қантымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Бір айта кететіні, осы біздегі қоспаларымыздың бәрі үйдегі тоңазытқышта кем дегенде 6-7 сағат тұруы керек. Тағы бір ескерте кететін жайт, осы кремді жасар кезде бөлмеміз салқындау болғаны дұрыс. Егер ыстық бөлмеде жасайтын болсаңыздар, крем өз формасын ұстай алмай қалады. Өкпе-пайымызға осындай дөңгелек насаткамыз керек. Менде осындай дөңгелек насатқы, егер сіздерде болмаса, кондитерлік қапшықты басын дөңгелетіп қиып алсаңыздар да болады. Қоржырдарды жинайтын кезде подложкаға кремнің аздаған бөлігін жағамыз, торттың жақсы бекітілуіне жақсы. Ал енді көптен күткен қоржырдарымызды бейнеде көрсетілгендей барлығын осылай жинап шығамыз. Енді кезекте шоколадты ганаш жасаймыз. Ол үшін шоколад, сары май және клейгейді жақсылап ерітіп ысытып аламыз және жақсылап араластырамыз. Сосын біз ганашымызды бөлме температурасында қалыпта суытып аламыз. Дайын болған ганашты осылай қоржырдың бетіне шпатуланың көмегімен осылай жағып шығамыз және тоңазытқышта 2-3 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Міне біздің өкпе-пай тортымыз дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып дайындалды. Егер видео рецепт ұнап жатса, сіздер де каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айнагүл. Назарларыңызға көп-көп рахмет.